Саламатсыздар ма, құрметті достар? Бүгін өтетін сабағымыз 2 сынып математикасының 75-ші сабағы. 75-ші сабақ көбейту амалының компоненттері арасындағы өзара байланыс. Бірінші есептің асы, сурет бойынша көбейтінді құр және оның мәнін тап. Осы теңдіктегі сандар нені білдіреді? Бұл жерде үлгіде көрсетіліп тұр, 20 көбейтілген 4 тең 20-ны 4 рет жазғанда ол 80 болады жауабы. Ал а есебінде 5-ті көбейтеміз 2-ге. Өйткені теңдіктің оң жағында және сол жағында 5 үшбұрыш тұр. Демек 5-ті көбейтеміз 2-ге. Тең 10 болады. 5 пен 2 бұл көбейткіштер болса, 10 көбейтіндінің мәні. А есебінде көбейтуді қосумен алмастыр. Өрнектердің мәнін тап. 3-ті 6-ға көбейтеміз. Демек 3-ті 6 рет қосамыз деген сөз. Сонда 3-ті 6 рет қосса 18 шығады. 4-ті 5 рет көбейту. Демек 4-ті 5 рет қосу деген сөз. 20 шығады. 3-ті 8-ге көбейтсек 24. Яғни 3-ті 8 рет қосамыз. 10-ды көбейту 3. Тең 30 болады. 10-ды 3 рет қосамыз. 10 қосу 10 қосу 10. Демек 30 шығады. 40 көбейту 2. 40-ты 2 рет жазамыз. Сонда 40-қа 40-ты қоссақ 80 болады. Екінші есеп, әр бағандағы бірінші теңдіктің мәнін қолдана отырып, екінші теңдіктің мәнін тап. Демек, біріншісін шығарайық, 8 көбейту 2. Бұл тең 16 шығып тұр. Демек, 8-ді қоссақ 8-ге 16. 8 көбейтілген 3 тең 24 болады. Бұл деген сөз 8-ді 3 рет қосамыз. 8 қосу 8 қосу 8. 24 шығады. 3-ті 6-ға көбейтсек 18. 3-ті 7-ге көбейтсек 21. 6-ны 5-ге көбейтсек 30. 6-ны 6-ға көбейтетін болсақ 36. 6-ны 6 рет қосу деген сөз 6 көбейту 6. Тең 36 болады. Үшінші есеп. Теңдікті оқы. 4 көбейту 2 тең 8. Көбейту амалының компоненттерін ата. Яғни а есебін шығарайық. Көбейтіндінің мәні 8-ді. Бірінші көбейткіш 4-ге бөл. Нәтижесін 8 санынан 4-4-тен азайта отырып тап. Демек 4-ті 2-ге көбейтсек 8 болады. 4 және 2 бұлар көбейткіштер. Ал 8 көбейтіндінің мәні. 4-4-тен азайтатын болсақ, 8-ді 4-ге бөлсек 2 болады. Демек 8-ден азайтамыз 4-ті. Тағы да азайтамыз 4-ті, тең 0 болады. Ә есебі көбейтіндінің мәні 8-ді. Екінші көбейткіш 2-ге бөл. Нәтижесін 8 санынан 2-2-ден азайта отырып тап. Не байқадың? Көбейту амалының компоненттері арасындағы байланыс туралы қорытынды жаса. 8-ді 2-ге бөлсек 4 болады. Бұл дегеніміз 8-ден азайтамыз 2-ні 4 рет жазғанда, сонда 0 шығады. Төртінші есеп, жазбаны пайдаланып есеп құрастыр. Шешуі 4 көбейтілген 5 тең 20 кг. Жауабы 20 кг. Ал есеп құрастыратын болсақ, 4 жәшіктің әр қайсысында 5 кг алма бар. Барлығы қанша килограмм алма бар? Шешуі 4-ті 5-ке көбейтсек 20 кг. Бұл дегеніміз 5-ті 4 рет қосамыз. Сонда 20 кг шығады. Бесінші есеп, өрнектер құр және олардың мәнін тап. Үлгі бойынша 6 көбейтілген 3. Бұл дегеніміз 6-ны 3 рет қосамыз. Сонда 18 болады. 18-ді 3-ке бөлсек 6, 18-ді 6-ға бөлсек 3 шығады. Ал бізге берілгені 5-ті 3-ке көбейтсек 15 болады. Бұл дегеніміз 5-ті 3 рет қосамыз. 15-ті 3-ке бөлсек 5 болады. 15-ті 5-ке бөлсек 3 болады. Екіншісі 4-ті 3-ке көбейтсек 12 шығады. Бұл дегеніміз 4-ті 3 рет қосамыз. 12-ні 4-ке бөлсек 3 болады. 12-ні 3-ке бөлсек 4 болады. Алтыншы есеп, есептемей-ақ салыстыр. Біріншісі, 3-ті 7-ге көбейтсек 21 болады. 7-ні 3-ке көбейтсек 21. Екі теңдікте бірдей шыққандықтан олар тең болады. 6-ны 3-ке көбейтсек 18. Ал 6-ны 5-ке көбейтсек 30. Сол себептен 30 18-ден үлкен. 8 көбейтілген 3 24 болады. 8 көбейтілген 2 16 болады.
24 үлкен болады. 3-ті 5-ке көбейтсек 15, 3-ті 4-ке көбейтсек 12. 12-ден 15 үлкен. Немесе бұлай оңай салыстыруға болады. 8 көбейтілген 3, 8 көбейтілген 2. Көбейтіндісі 3 үлкен болып тұрғандықтан сол сан үлкен болады. Ал екіншісінде 3-ті көбейтеміз 5-ке, 3-ті көбейтеміз 4-ке. Көбейткіштері қайсысы үлкен болса, сол үлкен болады. 7-ші есеп амалдарды орында. Біріншісі 5 метр 6 дециметр қосамыз 8 метр 9 дециметрге. Сонда 5-ке 8-ді қосатын болсақ 13 метр, ал 6 дециметр мен 9 дециметрді қосатын болсақ 15 дециметр болады. Ал бұны енді айналдырамыз. 10 дециметрде 1 метр болғандықтан дециметрдің 10-ын метрге жібереміз. Сонда 14 метр 5 дециметр болады. Ал екіншісі 7 тәулік 9 сағаттан азайтамыз 5 тәулік 22 сағатты. 9 сағаттан 22 сағатты азайта алмағандықтан 1 тәулікті қосамыз. Демек 24-ке 9-ды қосамыз. 1 тәулікте 24 сағат болады. Сонда 6 тәулік 33 сағат. Азайтамыз 5 тәулік 22 сағат. 6 тәуліктен 5 тәулікті алсаң 1 тәулік, 33 сағаттан 22 сағатты азайтсақ 11 сағат болады. Сонымен жауабы 1 тәулік 11 сағат. 8-ші есеп белгісіз орынға тиісті санды қой. А есебі 7-ні 3-ке көбейтеміз. Демек бұл дегеніміз 7-ні 3 рет қосамыз. Сонда 21 болады. 21-ді 3-ке бөлсек 7 болады. 21-ді 7-ге бөлсе 3 шығады. Ал ә есебінде 9 көбейтілген 2. Бұл 9-ды 2 рет қосу деген сөз. Демек 9-ды 2-ге көбейтсек 18 болады. 18-ді 2-ге бөлсек 9, 18-ді 9-ға бөлсек 2 шығады. 9-ші есеп. Сандар арқылы жасырынған мақалды оқы. Ол үшін сары түсті жолақшалардағы сандарды көбейтіндінің мәні деп санап, кестеден оларға сәйкес әріпті тап. Мысалы, 6 саны 2 мен 3-тің көбейтіндісіне тең. Кестеден осы көбейтіндінің мәніне, яғни 6-ға сәйкес әріпті табамыз. Ол Е әріпі. Мысалы, біріншісі 6 тең 2 көбейтілген 3. Бұл Е әріпі. 2 тең 1 көбейтілген 2. Бұл Ң әріпі. 4 тең 2 көбейтілген 2. Бұл Б әріпі. 6 тең 2 көбейтілген 3. Бұл Е әріпі. 8 тең 2 көбейтілген 4. Бұл К әріпі. 10 тең 2 көбейтілген 5. Бұл Б әріпі. 6 тең 2 көбейтілген 3. 2 тең 2 көбейтілген 1. 4 тең 2 көбейтілген 2. 6 тең 2 көбейтілген 3. 8 тең 2 көбейтілген 4. Осылай салыстырып қарайтын болсақ, еңбек бәрін жеңбек атты мақал шығатын болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.